Сорпаның емдік қасиетін білесіз бе? Қазақ халқы ет жеп болып, сорпасын ішпей ас қайырмайтын болған. Қай заманда да асты жоғары бағалаған. Қазақ халқының сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімі бұрыннан болған. Әсіресе босанған әйелдің күш-қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп, келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған екен. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сіз естіп білмеген ақпараттың болатынына сенімдімін. Достар, біздің видеоларымызды 96% адамдар арнаға тіркелмей қарайды екен. Біздің еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп, келесі пайдалы видеоларымызды қарап жүріңіз. Сіздің оп-оңай болмашығына әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Сондай-ақ сорпаны жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш-қуатын қалпына келтіруде көмегі зор екенін айтады. Бұдан бөлек, дәрігер сиыр немесе қой етінен жасалған сорпаның кішкентай баланың ағзасына ауыр болмайтынын, керісінше денсаулығына жақсы әсер ететінін айтып өтті. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайларда немесе тамақты артық жеп қойған жағдайларда жақсы көмектеседі. Әсіресе сиыр етінен жасалған сорпаның құрамындағы метионин, амин қышқылы ағзадағы зиянды өнімдердің шығуын реттейді. Осындай таза қолдың сорпасы 20-40 минутта қорытылып кетеді. Салыстырып қарап болсақ, жеміс-жидек шырынын бір стақаны 30 минутта, ал алма шырыны 40 минутта ғана қорытылады дейді Орманова. Бұдан бөлек, дәрігер тауық сорпасының емдік қасиеттеріне тоқталды. Оның айтуынша, ыстық күйдегі тауық сорпасы ас қорыту жолының асқазан мен аш ішектің жұмысын жақсартады. Тауық сорпасының гастритпен ауыратындарға көмегі өте зор. Ол асқазандағы артық қышқылды шығарады. Сондай-ақ сүйектердің бітіп кетуін тездетеді. Яғни сорпадағы элементтер сүйек, шеміршек және дәнекер тіндердегі және көкбауырдың қызметіне жақсы әсер етеді дейді дәрігер. Бірінші кезекте сиыр қой етінен жасалған сорпаның құрамына тоқталатын болсақ, оның ағза үшін пайдасы өте мол. Сиыр етіндегі элементтер мен дәрумендер ас қорыту жүйесі қызметін жақсартады. Мысалы, ол темір жетіспеушілігі анемиясымен күресуге көмектеседі. Бұл дегеніміз, сиыр немесе қой еті сорпасының тәбеттің төмендеуіне әлсізденіп, тез шаршап қалуға жол бермейтінін білдіреді. Қабынуды азайтады. Сүйек сорпасы бұл қабынуға қарсы тамаша құрал. Өйткені оның қабынуға қарсы әсері бар. Бұл қасиет белгілі қабынуға қарсы агенттер болып табылатын пролин, L-аргинин және глицин сияқты амин қышқылдарының болуына байланысты буындарыңызды қорғайды. Сүйек сорпасы коллагеннің әлемдегі ең жақсы табиғи көздерінің бірі. Сүйектерде, теріде, шеміршектерде, байламдарда, сіңірлер мен жануарлардың кемегінде кездеседі. Буындарыңызды қорғайды. Сүйек сорпасы коллагеннің әлемдегі ең жақсы табиғи көздерінің бірі. Сүйектерде, теріде, шеміршектерде, байламдарда, сіңірлер мен жануарлардың кемігінде кездесетін ақуыз. Қартайған сайын буындар табиғи түрде тозып, икемділігі азаяды. Қартайған сайын шеміршекке антиденелер шабуыл жасағанда артикуляциялық шеміршектің жасқа байланысты нашарлауы азаяды. Сүйек сорпасы қайнаған кезде жануар бөліктерінен алынған коллаген сорпасы сіңіп, шеміршектің қалпына келуіне көмектесу үшін оңай сіңеді. Сүйек сорпасы өнімнің ең құнды компоненттердің бірі желатин. Желатин сүйектер арасында үйкелісі сырғуға көмектесетін жұмсақ жастық ретінде әрекет етеді. Ол сондай-ақ күшті сүйектерді құру және сақтау үшін қажетті құрылыс блоктарымен қамтамасыз етеді. Бұл қартаю буындарының қысымын жеңілдетуге көмектеседі және сау сүйек минералды тығыздығын қолдайды. Суықтың және тұмаудың алдын алады. Бұл сүйек сорпасы денсаулыққа пайдалы әсерлерінің бірі. Сүйек сорпасы суық тию мен тұмауды емдеуде тиімді. Ғалымдар тауық сүйек сорпасы ондағы минералдардың емдік қасиеттерін көрсететін зерттеу жүргізді. Сүйек сорпасы ол сонымен қатар тыныс алу жолындағы инфекцияны тиімді емдейді.
ас қорытуға ықпал етеді. Сүйек сорпасы ол желатинге бай. Желатиннің құрамында ішектердегі бактериялардың ішек қабырғасына жабысуын болдырмайтын және құрысулар, кебулер, газдар мен ас қорыту бұзылыстары сияқты асқазан ауруларын жеңілдетуге көмектесетін ас қорыту шырындары мен өт сұйықтықтары бар. Сүйек сорпасы бұл сау және дұрыс ас қорытуды ынталандыру үшін өте пайдалы және сізді жасартады. Сүйек сорпасы бұл коллагеннің бай көзі. Ол бірте-бірте желатинге айналады. Коллаген терінің серпімділігін сақтауға жауапты талшық тәрізді ақуыз. Коллаген өндірісі қартайған сайын төмендей береді. Осымен сүйек сорпасы терінің өміршеңдігін қалпына келтіруге көмектеседі. Салауатты ұйқыға ықпал етеді. Сүйек сорпасы миды тыныштандыруға және демалуға көмектеседі. Сүйек сорпасы құрамында гелицин бар. Ол тыныштандыратын әсерге ие болғандықтан ұйқысыздықтан арылуға көмектеседі. Целлюлитті азайтады. Сүйек сорпасы құрамындағы коллаген сонымен қатар денедегі целлюлитті азайтуға, теріні қатайтуға және уақыттың теріге әсерін жоюға көмектеседі. Иммундық жүйеңізді нығайтады. Сүйек сорпасы аргинин, глютамин және цистеин сияқты амин қышқылдарының болуы иммундық жүйені жақсартуға және ауруларға шалдығу қаупін азайтуға көмектесетіні анықталды. Сүйек денсаулығын жақсартады. Сүйек сорпасы ол минералдағы, әсіресе кальций мен магнийге бай. Екі қоректік заттар кальций мен магний күшті сүйектерді дамытуға және қолдау үшін өте маңызды. Сүйек сорпасы сондай-ақ оның құрамында сүйек беріктігін арттыратын коллаген бар. Метаболизмге көмектеседі және анаболизмге ықпал етеді. Сүйек сорпасы көбірек глутатион бұл алудың тамаша тәсілі. Зерттеулер көрсеткендей, глутатион антиоксиданттық қорғаныста, қоректік заттардың алмасуында және жасушалық оқиғаларды реттеуге маңызды рөл атқарады. Мазасы қашып ауыра қалса, ата-апалар сорпа ішіп тәуір болып жатады. Дертті болып қалған ауруханадағы жақындарымызға ыстық сорпа әзірлеу жатамыз. Мұның себебін білесіз бе? Сорпа біріншіден жеңіл сіңіріледі, тез қорытылады. Әлсіреген адамға бойына тез сіңу арқылы қуат береді. Жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш қуатын қалпына келтіруде көмегі зор. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Осы видеоны достарыңызға және жақындарыңызға жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар.